Армысыздар, құрметті көрермендер, назарларыңызда заң мен тәртіп хабарының кезекті шығарылымы. Студияда Салтанат Кеңесбекқызы. Бүгінгі бағдарлама барысында біз қаржылық пирамидалардың алдын алу және жолын кесу төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Шығыс Қазақстан облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментінің ұйымдасқан бақылау басқармасы басшысының міндетін атқарушы Ләйла Ғазизқызы Искакова. Қош келдіңіз. Жалпы енді Ләйла Ғазизқызы қазіргі таңда мына қаржылық пирамидалар туралы көптеген жаңағы әртүрлі қылмыстарда орын алып жатыр. Осы қаржылық пирамидаларға алданғандардың да қатары артып келеді. Жалпы осы қаржылық пирамида және оның негізгі белгілеріне тоқталып өтсеңіз өзіңіз. Қазақстанда жыл сайын мыңдаған адамдар осы қаржылық пирамидалардың құрбанына айналып отыр. Яғни олардың қатары жыл сайын артып отыр. Егерде статистика деректеріне сүйенетін болсақ, 2021 жылдан бастап 100-ден артық қаржылық пирамиданың қызметі тоқтатылды. Осы аралықта қаржылық пирамиданың құрбанына 86 мың адам айналған, оларға 37 миллиард теңгенің шығыны келтірілген. Соттың шешімімен 226 адам әртүрлі бас бостандықтарынан айырылды. Көбінесе адамдар осы көліктерін, үйлерін сатып, несие алып, қаржылық пирамидаға салып, солардың құрбанына айланып отыр. Яғни тез байимыз деген ниетпен салғанмен, бірақ артынан табыс та жоқ, уәде етілген ақша да жоқ, берілетін кіріс те, дивиденд те жоқ болатынына көздері жетіп отыр. Көлік те үйде жоқ дейсіз ғой. Яғни қаржылық пирамидада бұрынғы қатысушылардың кірісі тек қана жаңа қатысушылардың салымының есебінен ғана болады. Яғни әрбір қатысушы өзінің соңынан әкелген қатысушылардың табысын әкелген салымының есебінен ғана байиды. Және де қай күні осы ақша әкелушілер саны тоқталады, сол күні қаржылық пирамида құрдымға кетеді. Осыған байланысты қаржылық пирамиданың 3 кезеңі бар. Яғни ол бастапқы кезеңі. Бастапқы кезеңінде ұйымдастырушылар өздері салымшыларды тартып, оларға ақша береді. Соңынан бұл қаржылық пирамиданың өсу кезеңі. Яғни жарнама арқылы, түрлі блогерлар арқылы, әлеуметтік желілердегі жұмыстар арқылы өздерінің қатарын көбейте береді. Кейіннен бұл ұлғая келе, қай күні жаңада айтып кеттім ғой, жаңа қатысушылар тоқтатылған күні қаржылық пирамиданың да құрдымға кететін күні осы алыс емес болады. Яғни бұл негізгі механизмі ғой, осы пирамиданың құрылатын. Жалпы осы адамдардың жиі алдануына осы механизмдердің тікелей байланысы бар ма? Әрине байланысы бар. Бұл адамдардағы ең бірінші бұл тез жылдам байып кету, құрғақ уәдеге сену. Жалпы осы қаржылық пирамиданың белгілеріне тоқтала кететін болсақ, бұның міндетті түрде белгілерінің бірі бұл өзінен кейінгі салымшы келу. Яғни жаңа айтып кеткенде қаржылық пирамиданың табысы, кірісі бұл тек қана жаңа салымшылардың жарнасынан, солардың есебінен ғана болады. Одан кейінгі белгісін алай айтатын кететін болсақ, бұл тез арада жаңа байып кету дедік. Содан кейін қаржылық пирамида тәуекел рисктері көрсетілмейді, яғни шарттар бұлыңғыр жасалады. Қандай да бір нақты қызмет түрі немесе өндірілетін өнім түрі болмайды, тек құрғақ уәде, жалаң уәдеге негізделген болып шығады. Енді Ләйла Ғазизқызы, жалпы енді осы пирамидалардың, қаржылық пирамидалардың өзіңіз айтып отырсыз ғой, нақты мекен-жайы көрсетілмейді, құжатта табыс көзі де нақты көрсетілмейді деп. Ал енді осы соған қаржылық пирамидаға қатысушы болып келіп отырған азаматтардың алданып қалмау үшін сол құжатта қандай негізгі басымдықтарға назар аудару керек? Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің рұқсаты болу керек. Яғни кез келген осы ақша қаражатын тартумен айналысатын компанияға берілген лицензияның болуын тексерілу керек. Жаңағы осы лицензияның бар жоғын осы агенттіктің сайтынан тексеріп алу керек міндетті түрде. Сонымен қатар біздің қаржылық мониторинг агенттігінің сайтында қаржылық пирамидаға бойынша сот үкімдері шыққан компаниялардың тізімі жарияланады. Осыдан да қарап тексеруге болады. Сонымен қатар агенттіктің байқа пирамида деген телеграм боты бар.
яғни осы ботқа кез келген ұйымның деректерін кіргізіп енгізе отырып тексеретін болсаңыз, егер де бұл компанияның қатысы бар ма, жоқ па, барлығы анық ақпарат шыға келеді. Бірден анықтауға болады. Анықтаудың негізгі жолдары осындай. Жалпы осы қаржылық пирамидасына қатысқан адамдарға қандай да бір жауапкершілік қарастырылған ба? Жалпы қаржылық пирамида үшін екі түрлі жауапкершілік қарастырылады. Ол қылмыстық жауапкершілік және әкімшілік жауапкершілік. Қылмыстық жауапкершілік бұл Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 217 бабы, яғни қаржы пирамидасын құру және ұйымдастыру бабы бойынша. Бұл бойынша 5 жылдан 12 жылға дейін осы қаржы пирамидасын құрғаны үшін жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Сонымен қатар осы қаржы пирамидасын жарнамалағаны үшін 600 есептік айлық мөлшерінде айыппұл немесе 4 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Сонымен қатар әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 150 бабына сәйкес, яғни осы қаржылық пирамиданы туралы материалдарды таратқаны үшін, жарнамалаған үшін әкімшілік құқық бұзушылықта көзделіп отыр. Сіздердің департамент мамандарының қатысуымен қанша дейміз бе енді қандай қазіргі таңда белгілі болып тұрған көпке мәлім қаржылық пирамидалардың жолы кесілді? Қазіргі күні атап айтатын болсақ, цифрлық дәуірлік өзгерістерге байланысты алаяқтарда қалысы отырған жоқ. Қазіргі күні бізде қоршаған ортаны қорғау, жасыл экономика мәселелері өте өзекті ғой. Осыған байланысты бүкіл ел аумағында Елоус деген қаржылық пирамиданың жолы кесілді. Яғни аталған фирма өзін Швецияның күн электроэнергиясын өндіру компаниясы ретінде таныстырған, яғни күн сәулелерін, батареяларын өндіріп шығаратын және де осыған адамдарды инвестиция жасауға шақырған. 1000% жоғары табыс береміз деп сендірген. Одан кейін қатысушыларды шақырда бонус ал деген тәртіппен, яғни әріптестеріңді, достарыңды, таныстарыңды шақыру жүйесі пайдаланылған. Криптовалюта арқылы қабылданған ақша. Алғашында бұл Астана және Көкшетау қалаларында болса, бір айлың ішінде олардың осы әлеуметтік желілерде жүргізген жұмыстарының жарнамасының арқасында Қазақстанның 12 қаласына тарап кеткен. Оның ішінде біздің Өскемен, Шығыс Қазақстан облысының да тұрғындары бар. Біздің агенттіктің жүргізген жүйелі жұмысының арқасында бұл компанияның жолы кесіліп, қазіргі күнде ұйымдастырушысы сотталды. Өзіңіз айтып өткен танымал қаржылық пирамидалардан тағы басқа қандай қаржылық пирамидалардың жолы кесілді біздің облыста? Тағы бір қаржылық пирамида, яғни өзінің қытайлық фармацевтикалық компания ретінде қарастырған, бұл Чатай жобасы. Яғни ұйымдастырушылар азаматтарға фармацевтикалық зауыт саламыз, соның өндірісіне қатысасыздар, дәрі-дәрмек шығарамыз деген желеумен азаматтардың осы қаржыларын тартқан. Ең төменгі жарна 200 мың теңгені құраған, уәде етілген табыс ол 700% дейін уәде берген. Және де жаңа қатысушылар тартқаны үшін қосымша сыйақы бонустар беріліп отырған. Клиенттер өздерінің ақшаларын онлайн платформаларда көріп отырған, яғни қанша адамды тартты, одан кейін қаншаға өсті, бұның барлығы тек онлайн түрінде қалған ғой. Өйткені шығарып алатын сәтіне келген кезде жеке кабинеттері жабылып, бұғатталып қалған. Ал осы жиналған ақшалардың барлығы криптовалютаға аударылып, өздерінің құрылтайшысына кетіп қалған. Тергеу нәтижесінде елімізде 2,5 мыңнан астам адамның зардап шеккені анықталды. Олардың жалпы шығыны 3 миллиард теңгені құрап отыр. Ал біздің жалпы облыс бойынша айтатын болсақ, біздің облысымыздың көбінесе Тарбағатай, Зайсан аудандарының азаматтары қатысқан, 250-ден артық адам қатысқан, жалпы шығын 400 миллион теңгеден артық соманы құрап отыр. Бүгінгі күні құрылтайшысы сотқа жолданып, қылмыстық іс аяқталып, іс сотқа жолданып, бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Жауапкершілікке тартылды. Ал енді жалпына сіздердің мамандарыңыз, жаңа өзіңіз айтып отырған, осы әлеуметтік желідегі сайттар болсын, парақшалар болсын, соларды анықтау барысында қандай да бір
жаңа зерттеулер, тергеулер жүргізеді ғой. Сол кезде негізгі ұстанатын принциптері қандай анықтауға негіз болатын? Аймап деген бағдарлама бар. Осы бағдарламаға сәйкес, яғни бүкіл әлеуметтік желілерде, интернет саласында қазіргі мына тарап отырған барлығы зерделеніп отырады. Яғни негізгі бағдарлама бар, сол бойынша негіз болады дейсіз ғой. Тексеру барысында жаңағы қаржылық пирамидаға жата ма, жатпай ма, соны анықтауға. Жаңа өзіңіз де айтып отырсыз, қазіргі таңда мына ел бойынша алаяқтық әртүрлі жаңағы қылмыстардың түрі көбейіп келеді деп. Осы ретте жалпы мына дроптық алаяқтар туралы да айтып өтсеңіз, бұл дроптарға не жатады? Қаржылық пирамида мен осы дроптардың қандай да бір-біріне ұқсастығы бар ма, әлде екеуі екі бөлек қылмыс түрі болып санала ма? Ең алдымен дроп дегеніміз кім? Олар немен айналысады деген сұраққа жауап бере кетсек, дроп дегеніміз бұл адамдардың өз атына банктік карталарын ресімдеп, немесе есеп шоттарын ресімдеп, оларды басқа адамдарға сыйақыға сату, немесе осы өзінің есеп карталары арқылы ақша аудару және оны ұйымдастыру қылмыстары жатады. Мақсаты бұлардың ең бастысы мынау заңсыз айналымда жүрген, жаңағы есірткі қылмысынан түскен, заңсыз ойын бизнесінен түскен ақшаны айналымға енгізу, яғни қолма-қолдандыру сияқты мәселелер. Енді сіздер өздеріңіздің тараптарыңыздан әртүрлі зерттеулер жасайсыздар, анықтайсыздар, қарайсыздар, зерттейсіздер, тергейсіздер. Және де осы сол қылмысқа барар кезде көбінесе енді әр адамның өзінің мінез құлқы бар ғой, қандай типті адамдарды іздейді сол қылмысқа баратын? Дроперліктің ең бірінші бірден бір қаупі бұл адамдардың, кейбіреулердің өзінің осы алаяқтық схемаға қатысып жатқанын білмеулері де мүмкін. Яғни жаңада айтып өткендей, осы сіздің картаңыз арқылы есірткі алаяқтық жолмен түскен ақшалар айналымға түседі. Бастапқыда бәрі оңай, жеңіл көрінеді. Тек қана сен өзіңнің дроп картаңды бересің, осы дроп картаң арқылы саған ақша аударып бересің, және осы үшін ақша табасың. Көбінекей осы дроперлікке жастар құмар болып келіп жатыр. Енді 18 бен 25 жастың аралығындағы студенттер әсіресе өте көп тартылып, жеңіл ақшаға қызыққан. Оларды көбіне қалай тартылады? Жаңағыдай жұмыс беру хабарландырулар арқылы, онлайн платформаларда, OLX, немесе Market.kz деген сияқты тағы да басқа әртүрлі жарнамаларда жұмыс беру. Яғни жұмыс берудің талаптары қандай? Икемді жұмыс, гибкий график дейміз ғой, уақыты күніне бір жарты сағат уақытыңды бөлесің, 18 жастан жасың асса болды, жұмысқа келмейсің, онлайн. Жұмыс өтілі қажет емес деген сияқты. Онлайн, барлығы онлайн түрде жүреді деген сияқты талаптар қойылады. Оның барлығы қарасаңыз шынында да қызықтырады ғой адамды, жеңіл ақша ретінде. Бірақ та түбі өте ауыр, соңы зардаптарға келіп жатады. Енді осы дроп ретінде жаңа айтып өттіңіз ғой, студенттер, жастар көбінесе тартылып жатыр деп. Дроп екендігі анықталған сондай азаматтарға қандай да бір жауапкершілік қарастырылған ба? Әрине. Биылғы жылғы осы қыркүйек айының 16-сынан бастап қылмыстық кодекске жаңадан бап енгізілді. Яғни бұл дроперлік үшін жауапкершілік. Дроперлік үшін жауапкершілік 232-де бірінші бап, яғни бұл бойынша 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін. Қазіргі таңда мына банк картасын әр азамат өзіне тіркелген. Осы банк карталарын бөтен адамға беру кезінде оларға да жауапкершілік қарастырылған ба? Әрине. Ешқашанда осы дроперлерге оңай ақшаға, оңай табыс берушілерге олардың ұсыныстарына жауап бермеу керек қой. Ең бірінші адам өзін өзі қорғау керек. Ол үшін ең бірінші интернетте жұмыс берушінің пікірлерін тексеріп көру керек, және де ешқашанда банк карталарының деректерін басқа адамдарға, әсіресе үшінші тұлғаларға беруге болмайды. Сонымен қатар банктік қосымшалардағы парольдарды жиі өзгертіп отыру керек, белгісіз көздерден келген сілтемелерді баспау керек, ауыспау керек. Енді бұл жайында күнделікті айтып отырмыз, осының барлығын ескерген жөн болады. Егер де сізге осындай жеңіл ақша табу, яғни дроп болу ұсынысы берілетін болса, ешқашан келіспеңіз. Өйткені қылмыстық іс бойынша сіз ғана айыпты болып табыласыз.
Мұның соңы айыппұлдар салынуы, одан кейін түрлі мүлікті тәркілеу, соңы түрмеге дейін әкеп соғады деп айтуға болады. Жазасы ауыр дейсіз ғой. Жазасы ауыр, иә. Ал енді осы мына алаяқтар дроптарды заңды жұмыс ретінде қалай бүркемелейді? Бұл жаңада атап өтіп кеттім, жарнама беру арқылы, жарнама арқылы, яғни онлайн оператор төлем қабылдаушы курьер ретінде жұмысқа шақырады, жоғары жалақыға уәде береді, нақты шарт жасаспайды, тек сіз ол адамды, жұмыс берушіні онлайн бетпе-бет көрмейсіз, шарт жасаспайсыз, барлығы онлайн түрде жүргізіледі. Сөйлесу арқылы, енді жалпы жаңа айтып жатырмыз осы мына қаржылық пирамидалар, дроптар деп жатырмыз. Солардан, мысал үшін әсіресе жастарды қорғауда мына қаржылық сауаттылықты арттыруға бағытталған енді түрлі бағдарламалар бар ғой, мемлекет тарапынан қолға алынып жатқан. Солардың қандай да бір көмегі бар ма? Өздеріңізде жаңағы департаменттің қызметкерлері жастармен кездесіп, осы бағыттағы түсіндіру жұмыстарын жүргізіп тұрасыздар? Әрине, қазіргі мына қаржылық қауіпсіздік мәселесі басты бағытқа айналып отыр біздің жұмысымызда да. Осы жыл басынан бастап, түрлі мектеп жасындағы оқушылардан бастап, жоғары оқу орындарының студенттерімен, жұмыс істеуші жастармен және халықпен түрлі кездесулер, лекциялар өткізіп жатырмыз. Оның барысында осы алаяқтықтан қалай сақтануға болады, оның жолдары көрсетіледі. Түрлі видеороликтер жасалып, енді өздеріңіз арқылы да бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таратып көрсетіп жатырмыз. Биылғы жылы елімізде алғашқы рет қаржылық қауіпсіздік негіздері бойынша тұңғыш рет олимпиада өткізілді. Осы олимпиаданың барысында, дайындық барысында біз осы облысымыздың 32 000 студентіне дәріс өткіздік, офлайн және онлайн түрде. 1000-нан астам студент осы олимпиадаға қатысты облыстан, 4-еу жеңімпаз атанды. Олар республикалық кезеңге Астана қаласына жарысқа барып қатысып келді. Одан жеңіп шыққандар Ресейдің Красноярск қаласына олимпиадаға баратын болды. Сонымен қатар YouTube арнасында қаржылық сақшылар деген мультфильм шықты. Бұл оқушыларға арналған. Оның өзі мыңдаған қаралым жиналып, қазіргі кезде өзі орнын тауып отыр. Азаматтарды осы қылмыс түрлерінен қорғау үшін, мысал үшін, сіздердің тараптарыңыздан қандай ақыл кеңес береді, қандай сақтық шараларын олар қолданғандары дұрыс? Кез келген азамат? Кез келген ең бірінші қаржылық сауаттылығын арттырған жөн. Жаңағыдай айтылған түрлі сілтемелерге, келген хабарламаларға жауап бермеу қажет. Өзінің жаңағы банктік, мобильдік деректерін басқа тұлғаларға беруге болмайды. Сонымен қатар жастарға айтып кететініміз, әсіресе мына өзінің карталарын басқа тұлғаларға беруге, сатуға мүлдем болмайды. Өйткені ең ақырында оған жауап беретін сізсіз, себебі сіздің картаңыз арқылы қылмыс жасалып отыр. Мұның соңы мал мүлкін тәркілеуге, жаңағыдай есеп шоттарының бұғатталуына, кейіннен шетелге шығуға да тыйым салынуы мүмкін. Жауапкершілікке тартылуы да әбден мүмкін емес қой. Кез келген қаржылық пирамидалы деп жатыр, және дроптар деп айтып жатырмыз. Солардың адам үшін, азамат үшін, одан кейін қоғам үшін салдары қандай болады? Әрине, бұның кез келген қылмыстың салдары өте ауыр деп айтуымызға болады. Өйткені жеке адам үшін қаржылық шығын. Атап өткеніміздей, осы қаржылық пирамидаға қатысу үшін адамдар өздерінің мал мүлкін сатып, пәтерлерін сатып, көліктерін сатып, немесе несие алып, қарызға кіреді. Яғни бұл салынған ақшаның қайтпайтыны белгілі. Егер тіпті қылмыстық іс сотқа жетіп, оларға ақшаны қайтару туралы сот шешімі шыққан күннің өзінде де бұл өте ұзақ процесс. Яғни адамдардың психологиялық күйзеліске ұшырауына әкеп соғады. Ал қоғам үшін деп айтатын болсақ, бұл жерде бұл әлеуметтік шиеленіске әкеп соғады. Яғни адамдардың сенімсіздігін арттырады. Одан кейін мына көлеңкелі капиталдың, экономиканың өсуі. Жақсы. Келіп сұрағымызға жауап бергеніңізге көп рахмет. Еңбектеріңізге табыс тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен заң мен тәртіп хабары тәмам. Келесі эфирде амандықпен жүздескенше сау болыңыздар.